Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің эфирімізде борлар болады. Уже менде қалып кеткен последний остаток борлар, яғни менде Мегастандарт Феникс, пиленный борлар, волоконовка и Севрюкова. Прям суға батырып, хрустить еткім келіп отыр, прям сочный қылып ше. Так, бізде 3,5 мың подписчик оқырман яғни болған кезде мен тағы да конкурс ойнатамын за активность дегенмін. Оның да ауылы алыс емес сияқты. Ана міне дегенше оған да жетіп қалатын сияқтымыз. Прямо қатты күтіп жүрмін. Құдай қаласа 3 оқырманымызға жеңісін сыйлайтын боламыз. Либо мелмен, либо глинамен. Либо ақшалай түрде. Қалауынша. Севрюкова өзі чуть сливочный вкус бар. Меловой тоже вкус бар. До конца хрустит етіледі. Прям дәмі жағынан прям әдемі. Маған негізі сол песчанкадан кейін Севрюкова ұнайтын мелдардың бірі. Волоконовка. Білесің, ана иісі ең бірінші үйді актив ететін ғой, бұрын ауылда жүргенде. И сол кезде прям свежий запах болады. Прям соның иісі ғой. Өзі прям нежный екен.
волоконопка прям до конца, как паста сияқты, прямо растворяться еткен. Камушектер, крупинкалары жоқ. Хрустящий, пыльный. Тоже сливочный вкус бар, меловой вкус, прям настоящий. Феникс. Крупинкалар прям до конца екен феникстің. Меловой вкус. Сливочный вкусын байқамадым, или анадан кейін или дәмдері перемешаться етіліп кетті ма. Хрустящий. Все-таки волоконовка дам деген. Айтпақшы, алдыңғы эфирда мен екі адам связға шықпай жатыр, әлі ұтысын алмады деп едім. Ол кісілер связға шықты, ұтыстарын алды ақшалай түрде. Енді 3,5 мың оқырманның тіркелуін күтеміз. Ой, толуын. Суының өзі қандай дәмді. Жаңа еттің сорпасы дейміз ғой, сол сияқты өзінің суы да настоящий. Ал мен уже описание беріп кеттім мелдарға.
севрюкова өзіме ұнайтын, және волоконовка маған қатты ұнады. Феникс кішкене крупненько до конца, чуть-чуть ана камушектер до конца прям ерімей сөйтіп не істейді. Ол жеген кезде өте неприятно. А так былайынан дәмді. Волоконовка прям қатты ұнады, там прям до конца паста болып кетеді екен, прям күшті да, такой нежный. Сол келесі эфирде жолыққанша, Құдай қаласа 3,5 мың подписчикте жолығамыз деп ойлаймын. Сау болыңыздар.